Сәлем достар, бүгінгі видео жасуша құрылысы туралы болмақ. Видео басталмас бұрын міндетті түрде подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпа. Органдар ұлпалардан, ал ұлпалар болса құрылыстар мен қызметтер ұқсас жасушалардан тұрады. Көп жасушалы жануарлар қатарына адам да жатады. Оны анимациядағы адам бауырының бір жасушасының құрылысынан көруге болады. Жасушада құрылымы маңызды ядро орналасқан. Ядродан бөлек жасушаның ішінде мембрана жүйесі бар. Ол эндоплазмалық тор мен Голджи кешенінен тұрады. Сонымен қатар жасушада цитоқаңқа, жасуша қабығы және цитоплазма орналасқан. Жасуша ядросын ядро қабықшасы қоршайды. Ішінде ядрошық орналасқан. Ол рибосомалардың пайда болу орны болып табылады. Жасуша ядросында хроматин орналасқан. Хроматин гистон ақуыздарына оралған ДНК дезоксирибонуклеин қышқылынан тұрады. ДНК ақуыздарды бағындырады және осымен бүкіл ағзаның қасиеттерін қалыптастырады. Ядро қабығы қос мембранадан тұрады. Олардың шұрық тесіктері бар, ал шұрықтар ақуыздардан құралған және олар арқылы заттар өтеді. Ядро қабығының сыртқы қабаты эндоплазмалық торға жалғасады. Оның ядроға жақын бөлігі бұдырлы бетті эндоплазмалық тор. Оның беткі қабатында рибосомалар орналасқан және олар ақуыздарды синтездейді. Осы мақсатта ДНК-дан көшірілген РНК рибонуклеин қышқылы молекулаларын пайдаланады. Ал жазық бетті эндоплазмалық тор липидтерді синтездейді және залалсыздандырады. Кейбір зиянды заттарды жою да осында жүзеге асады. Голджи кешені кедір бұдырлы эндоплазмалық торда олардың рибосомаларында пайда болған ақуыздардың жетілу орны болып табылады. Яғни Голджи кешенінің жасушадан берілетін ақуыздардың тасымалдануында маңызы зор. Жасуша қабығының құрылысына фосфат молекулалары да қатысады. Оның бір шеті полярлы, сумен байланысқа түседі, екінші төменгі бөлігі полярсыз, сумен байланысқа түспейді. Соңында суды ығыстырып, екі қабат пайда болады. Фосфатиттер бір қабаттың ішінде еркін қозғала алады. Алайда анда-санда қабаттан бөлініп шығады. Сондықтан липид мембранасы екі кеңістікті сұйықтық. Жасуша қабығында мембрана ақуыздары да бар. Олардың қызметі әртүрлі болуы мүмкін. Олар каналдар түзеді, сондай-ақ араларында белгілі бір молекулаларын қалыптастыратын рецепторлары да бар. Мембрананың ішкі мембранасының қатпарлануы мембрана шеңберлерін тилакоидтерді құрайды. Тилакоидтер өсімдік жасушасында фотосинтез үшін өте маңызды ақуыз кешендерін өндіреді. Тилакоидтер құрылысы бағанаға ұқсас граналарда жасайды. Митохондриялар. Митохондриялар жануарлар мен өсімдіктер жасушаларында қатар кездеседі. Оларды жасушаның қуат станциясы деп атайды. Себебі ыдыратушы зат алмасу үдерісінде жасушаның қуат алуына қажетті өте көп мөлшерде АТФ, аденозин, 3-фосфат қышқылын өндіреді. Тірі организмдерге жасушалық құрылым тән. Жасушалар тіршіліктің ең кіші бірліктері. Оларсыз ешқандай ағза өмір сүре алмайды.